Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге өнерлі ана. Бүгін біз осындай керемет балаларымызға мектепке арналған дорбашаны дайындайтын боламыз. Қараңыздар, бұл іші 2 бөлімшеден тұрады. Аяқ киімдерін салып алуға өте тиімді, және де ішіне спорттық киімдерін салуға қанша салса да өте кең. Қарап көріңіздер, өздеріңіз білім сіздерге пайдалы болады деген сенімдемін. Менімен бірге болыңыздар. Ендеше бастайық. Ең алдымен біз сөмкенің бөлшектерін дайындап аламыз. Ол үшін бізге не қажет? Ұзындығы 45, ені 48 сантиметрлік 2 бөлшек керек. Ол бізге 2 жағы болады. Содан кейін ортасына тігу үшін бір ұзын бөлшек қажет. Оның ұзындығы 35 сантиметр, ені 55 сантиметрлік бір бөлшек дайындайсыздар. Бұл бізге ортасына тігіліп, қалта ретінде қызмет атқаратын болады. Одан кейін астына бір дөңгелек қажет. Оның диаметрі 29 сантиметр, достар. Толығымен айналымы 29 сантиметр. Және де бізге 1,5 метрлік жіп қажет. Мінекей, ол бізге байлағыш ретінде иықтарына асып алуға мінекей 1,5 метр бұның ұзындығы. Және де осындай 2 бөлшек қажет. Ол жіпті ұстап тұру үшін бұның ені 4 сантиметр, ұзындығы 8 сантиметрлік 2 дана керек. Ал осының барлығын дайындап алғаннан кейін тігінге барамыз. Ал достар, ең алдымен неден бастаймыз? Ең алдымен ортасына тігілетін бөлшектің шетін 1 сантиметрге бір қайырып, және де тағы 1 сантиметрге бір қайырып, ұзыннан тігіп аламыз. Ал мінекей достар, матамызды алып, 1 сантиметрге бір қайырып, содан кейін тағы да 1 сантиметрге қайырып, астынан тігіс түсіреміз. Ал мінекей достар, толығымен үстін тігіп алғаннан кейін енді осы матамыздың тең ортасын табамыз. Ол бізде 27-де 5. Осыны сызып аламыз. Мінекей, тең ортасын тауып алғаннан кейін бұл матамызды қоя тұрамыз. Ендігі 2 бөлшегіміздің біреуін алып, 45 сантиметр, мінекей ол биіктігі, осының 48 сантиметрдің тең ортасы 24-ті табамыз. Бұдан да белгілейміз. Достар, сызып алғаннан кейін бөлшегімізді алып, осы сызықтың үстімен бірдей етіп орналастырамыздар. Тігісті осы сызықтың бойымен жүргіземіз. Мінекей достар, қазір тігісті осы жерден бастап астына дейін бітіретін боламыз. Достар, міндетті түрде тігістің басында және соңында закрепка жасаймыз. Ал мінекей қыздар, тігіп алдық, тең ортасынан енді шеттерін тігетін боламыз. Ол үшін 2 шетін осылай шеттеріне орналастырып, түйреп аламыз. Мінекей достар, 4 жағын түйреп алдық. Енді қараңыздар, ортасында мінекей артық мата бар, оны қалай тігетін боламыз? Қазір тігіп келе жатып, осының дәл ортасына келгенде матаның артығын қайрамыз. Мінекей бір-біріне қарама-қарсы етіп қайырып, осылайынан қарама-қарсы қайырып тігіп өтеміз достар. Осыны да бірден түйреп алсаңыздар болады. Мінекей осылайынан түйреп алып, ұзыннан 3 жағын тігіп шығарамыз. Сонда қараңыздар, қандай аяқ киім салуға немесе әр жағына футболка, шалбар сыюға өте сыйымды қалташалар шығады. Ал енді осыны тігейік. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, қалтасын тігіп алдық. Қараңыздар, айналдырып 3 жерін тіктік. Ендігі кезекте 2 бөлшекті бір-біріне қосамыз. Оны қалай қосамыз? Қараңыздар, бетіне, мінекей бұл беті болса, ішкі жағының беті болса, екінші матаның бетіне үстіне қойып,
екі жағын осылайдан тігіп шығамыз. Екі жағына тігісті жаңағы қалта тіккен жерден бастаймыз. Үстіңгі жағын ашық қалдырамыз. Ол үшін түйреп алайық. Тігісті осы қалтаның басталған жермен ұзыннан бір жолақ, және мына екінші жағынан бір жолақ етіп тігіп шығамыз. Астына тимейміз, себебі астына біздің шеңберіміз орналасады дөңгелек. Екі шетін түйреп алғаннан кейін, енді тігін машинамызға барайық. Ал қыздар, тігісті жаңағы тіккен қалтамыздың үстімен түсіреміз. Қыздар, екі шетін қараңыздар, тігіп алдық ұзыннан. Енді осы екі шетін кішкене кішірейтеміз, 2-3 мм-ге алып тастаймыз. Қараңыздар, тігіске жеткізбей 2-3 мм алып тастаймыз. Ендігі кезекте осы қалтамызды бергі бетке айналдырамыз. Қыздар, қараңыздар, айналдырдық. Ендігі кезекте тігісті осы бетінен жасаймыз. Тігісті және де осы жаңағы қалтамыздың, кішігірім қалтаның жанына дейін тігетін боламыз. Үстіңгі беттері осылайынан ашық тұрады, қыздар. Ол үшін бізге осы жерді осылай жақсылап ашып отырып, мына іштегі тігіс қалып қойғандай. Сонда бізге ешқандай оверлоктың да, бейканың да өңдеу үшін керек емес. Тігіс осының ішінде қалады. Ашқаннан кейін жақсылап осыны ашып отырып тігіңіздер. Осы қазір үстінен 1 см қашықтықта тігіс түсіреміз. Міндетті түрде ашып, әрі закрепка жасауды ұмытпаймыз. 1 см қашықтықта тігіс түсіреміз. Тігісті, достар, жаңағы бастаған жерімізге дейін тігеміз. Қалташаның басталған жеріне дейін. Дәл осылайынан, қараңыздар, қалай болды. Бізде іште жаңағы тігісіміз, қараңыздар, қандай әдемі, барлығы іште қалды, көрінбейді. Енді дәл осылайынан екінші бетінде тігіп шығамыз. Тігісті осы жерден бастаймыз, қалтаның басталған жерінен. Қыздар, екі шетін тігіп алдық. Қараңыздар, көрінбейтін тігіспен. Бұл бізде ішкі беті, ал іш жағы бұл сырты болатын болады. Ендігі кезекте біз қазір астын қондыратын боламыз. Дөңгелек шеңбердің астын қондырамыз. Ол үшін тең ортасын белгілеп алыңыздар шеңбердің. Содан кейін оны белгілеп алғаннан кейін қоя тұрамыз. Одан кейін осы екі кішкентай бөлшекті тігетін боламыз. Қараңыздар, тең ортасынан бір бүктеп, үтіктеп алсаңыздар болады. Немесе тең ортасына екі жағын әкеліп, осылайынан бір бүктеп, ішіне қарайтындай етіп, бір тігіс етіп, ұзыннан тігіп аламыз. Қараңыздар, осылайынан бір-біріне тең ортасынан бір бүктейміз де, тағы бір бүктеп, осыны түйреп белгілеп аламыз осылайынан. Бұл бізге ілмек ретінде керек, жіпті өткізуге. Осылай түйреп алып, қазір осының бойымен, шетімен бір тігіс түсіріп шығамыз. Ал қыздар, қараңыздар, екі жол ақшамызды тігіп алдық. Келесі кезекте ортасын ашамыз. Бұл бізде бет жағы болады, ал мына қалтасы бар жер, ол ішінде қалатын болады. Енді осыған астын орналастырамыз дөңгелекті. Қараңыздар, ол үшін жол ақшамызды тігістің ортасына орналастырамыз. Үстінен
шеңберімізді, дөңгелегімізді қойып, бір түйреп аламыз. Мінекей бір түйреп алып орналастырамыз. Ендігі кезекте екінші жағын орналастырамыз. Тағы да жолақшамызды алып, үстіне шеңберімізді қойып, бір түйреп аламыз. Екі шетін орналастырып алғаннан кейін, осы дөңгелегімізді толығымен айналдырып түйреп шығамыз. Мінекей қыздар, астын толығымен айналдырып түйреп алдық. Енді осыны шетінен 1 см қашықтықта тігіс түсіреміз. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, асты тігілді. Бұны қазір өңдейтін боламыз. Өңдегенше дейін бізге ең алдымен мына екі шеттерін өңдеп алуымыз қажет. Оны қалай өңдейміз? Мінекей бас жағын, басында тіккен жағын өздеріңізге қаратасыздар. Осы жерде көрініп тұрады тігіс басталған жері. Сол жерден тілік жасаймыз. Осы жерден тілік жасаймыз. Сонда бізге бұл, қараңыздар, оңай ашылатын болады. Екінші бетінде мінекей қазір сіздерге көрсетем. Бұл әлі іш жағы, бетіне айналдырған жоқпыз. Мінекей мынау бет жағы. Осы жерде мінекей кішігірім тілік жасап жібереміз. Бізге қарайтындай. Мінекей қараңыздар, сонда мына жері ашылды. Мынаңқы қатты тілінген жоқ. Мінекей тіліктер жасалды, қыздар, қараңыздар. Енді осы жерден 5-5 мм-ге қайырып тігіс түсіреміз. Түйреп аласыздар, мінекей 5 мм-ге бір қайырып. Осы жерден тағы бір қайырамыз 5 мм-ге. Мінекей қараңыздар, осы жерден осылайынан тігіп бастаймыз да, мына екінші жағында дәл 5 мм-ге қайырып, осы жерден тігіс түсіріп алып кетеміз. Сонда бізге ешқандай оверлоктың қажеті жоқ. Тігістердің барлығы әдемі өңделетін болады. Осының барлығын қазір бір тігіспен тігіп өтеміз. Басынан бастап, ортасына келген кезде мына қайырып тұрған жерге бірнеше рет тігіс жүргіземіз де, екінші бетінен жалғастырамыз. Мінекей қыздар, сіздерге жақсы көрінеді. Қараңыздар, 5 мм-ге қайырылған жері бұл. Осының шетінен 1 мм-ге қазір тігіс жүргіземіз. Мінекей дәл ортасына келгенде екінші жағына өтеміз. Міндетті түрде ортасынан бірнеше рет тігіс жүргізіңіздер. Енді келесі шетін тігіп өтеміз. Мінекей қараңыздар, жақсылап шеттері өңделді. Артық жіптері шыққан, алып тастаймыз. Мінекей дәл осылайынан екінші шетінде өңдейтін боламыз. Екінші жағының, мінекей, бұл сонда бұлай жалғасы бас жағының. Енді екінші бетін істейміз. Мінекей қыздар, қараңыздар, екі шетін тігіп алдық. Келесі кезекте дәл осы басын, мінекей, 2-3 см-ге бір қайырамыз. Содан кейін тағы да бір қайырып, астынан тігіс түсіреміз. Өте үлкен қайырып қажет емес. 2 мен 3 см арасында қайырасыздар, өздеріңізге ыңғайлы етіп. Сіздердің өткізетін жіптеріңіздің қалыңдықтарына байланысты. Менің жібім сәл жіңішке, сондықтан да мен 2 см-ге бір қайырып аламда. Содан кейін тағы бір 2 см-ге бір қайырып, осыны толығымен түйреп шығамын. 2 см-ден қайырып алғаннан кейін, екінші жағында дәл солай қайырып, астымен тігіс түсіретін боламыз, қыздар.
Ал мінекей қыздар, қараңыздар, шетін толығымен тігіп алдық. Екі шетін қараңыздар. Осы жерден содан кейін жіпті өткізетін боламыз. Жіпті өткізгенше дейін біз астан өңдеуіміз керек. Ол үшін не істейміз? Тігіске жеткізбей 2-3 мм алып тастаймыз шетінен. Содан кейін осындай жолақша дайындаймыз. Менің жолақшам сәл кішкентай болғандықтан мен екі жолақшаны бір-біріне қостым. Бұның ұзындығын өздеріңіздің шеңберлеріңізге байланысты болады. Ал енін 3,5-4 см етіп қиып аласыздар. Немесе дәл осы матаңыздың түсімен косая бейканы қолдансаңыздар болады. Ендігі кезекте мінекей мына шетінен бастап лентамызды қоямыз да айналдырып түзу тігіс түсіріп аламыз. Содан кейін барып екінші арғы бетіне лентамызды айналдырып тігісін көрсетпей тағы бір тігіп шығамыз. Қазір оны жұмыс барысында көрсетемін. Ал қыздар, шетін өңдейміз. Қараңыздар, бұл менің лентамның шеті, қараңыздар, өзі сөгілмей өңделген. Егер сіздер косая бейкамен тіксеңіздер немесе сөгілетін болса, бір қайырып алып тігісті бастаңыздар. Бұлайынан бір қайырып алып бастаңыздар. Ал мен қазір бірден осылай ұзыннан тігіс жасаймын. Тігісті шетіне бір 2-3 мм қашықтықта түсіреміз. Мінекей қыздар, бағанағы басталған жерімізге жақын қалдық. Енді артығын сәл басталған жерден артықтау етіп қиып алып тастаймыз. Сондықтан да басында айтқаным, ұзындығы белгісіз лентаның қанша керектігін жұмыс барысында өздеріңізге қартай алатын боласыздар. Енді мінекей шетін бір қайырамда осы жерден тігісті аяқтаймын. Мінекей тігіп алдық. Бір қаратып, ендігі кезекте осыны өздеріңізге қарта айналдырып, бейканы бір қайырып, осы тігістің бетінен жауып, 1 мм қашықтықта тағы бір айналдырып өңдейміз. Дақ матасы осындай сөгілмелі болады, қыздар. Негізі бірақ осыны дақ матасынан тіккенде жақсы, себебі су, кірді жақсы ұстайды, тез кетеді. Ендігі кезекте мінекей айтқандай шетін сәл қайырамын 5 мм-дей, сосын жаңағы тігістің үстін жабамын. Осының шетімен 1 мм қашықтықта тігіп шығамыз. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, шетін жақсылап өңдедік. Артық ешқандай тігіс қалмады. Ендігі кезекте осыны бетіне айналдырамыз. Мінекей астыңғы бетін қараңыздар. Артық жіптері кездессе алып тастаймыз. Мінекей боп қалдық, қараңыздар, қандай әдемі шықты. Екі қалтасы бар, ішінің өзі кеңдігін қараңыздар, қандай кең. Баланың барлық киімі, қыстық аяқ киімдер барлығы жақсы сияды. Ендігі кезекте осыған бау өткіземіз. Бауды қалай өткіземіз? Ол үшін екі бауды екі жақтарына осылайынан қойып алыңыздар. Себебі шатасып кетулеріңіз мүмкін, қай жағынан кіргізгендерін. Ендігі кезекте түйреуішті алып, баудың шетіне өткіземіз. Және де қазір осы оң жағымыздағы бауды оң жағынан өткізіп, айналдырып, оң жағынан шығарамыз. Мінекей, қараңыздар, оң жағына өткізіп, оң жағынан шығардық. Ендігі кезекте екінші бауымызды алып, енді бұл бауды
жіптің мінекей мына жағын сол жағынан өткізіп, сол жағынан шығарамыз. Ал мінекей қыздар қараңыздар, екі бауымыз екі жағынан шықты мінекей. Тартсаңыздар мінекей жабылады аузы. Енді осы бауды астына тіккен ілмегімізден өткізіп байлаймыз. Мен мына баудың шетінеп кетпесі үшін ыстық клеймен ағызып қатырып қойдым мінекей. Байлап, жақсылап тартамыз. Екінші жағында дәл солайынан ілмектен өткізіп байлаймыз. Байлап алдық, қараңыздар. Баланың арқасына асуға өте тамаша, іші өте сыйымды, екі қалташасы бар, екі аяқ киімді бөлек-бөлек салып, ішкі бетіне киім-кешектерін салуға өте ыңғайлы. Білім пайдалы болса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған өнерлі ана.